Қалайсыздар ағайындар, қалдарыңызға қалай денсаулықтарыңыз? Келе жатқан мейрамдарыңызбен мынау бір-екі күнде Құдай қаласа 16 желтоқсан тәуелсіздік алған күніміз. Тойлаймыз, ойнаймыз. Соны тойлаймыз десем, кейбір кісілер дұрыс емес түсініп жатыр екен. Немене болды тойлаған несі? Қаншама ата-бабаң сен үшін осы өмірде жоқ, қазір жаным пидағып кетті ғой деп. Тойлау дегенде тек қана арақпен ғана еске алмаңдаршы. Арақ ішіп жатады деп ойламаңдар. Тойлау деген сенме балачаңмен бір жерде отырып еске алып, сол кісілердің қаншама кісілер жанын пидағып кетті ғой біз үшін. Дос-жаранмен, бауырлармен еске алып отыратын күн. Менің түсінігімде сондай. Тойлау деген арақтан басқа да заттар бар негізі. Сондықтан бәріміз бір болайық, бір жүрейік, қазақтар қазақты қолдайық, бір-бірімізге жанашыр болайық, бауырмашыл болайық. Осы тәуелсіздігімізде артымыздан өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа, балаларға біз қалайда қалдыруымыз керек. Ғасырлар бойы еліміз, жеріміз біздікі. Соны балаларымызға, немерелер шөбереге тастап кетуіміз керек, жаңа батырлар сияқты. Ол кісілер сияқты бола алмаймыз, бірақ сонда да намысқа тырысып, өскелең ұрпаққа кімнің сендерге тәуелсіз алып бергенін бәрін айтып, дәріптеп жүрейік ағайындар. Енді сол кеткен кісілер жатқан жері жайлы болсын. Ол кісілердей бола алмаймыз, бірақ болмасаң да ұқсап бақ дейді ғой. Әрқашан бірлігіміз, бірлікте болуымыз керек та. Айтатын сөзіміз бір жерден шығып, қолдап, қоршап жүрсек бір-бірімізді, бәрі жақсы болды. Сондықтан тәуелсіздік күнін жай ғана өткізе салмай, әшейінде жаңа жылды өлгенше тойлайсыңдар ғой. Салюттеріңді атып, шыршаны безендіріп, тура сол сияқты тәуелсіздік күнінде ата-бабамызды еске алып, семья бала-шағаларыңмен, ұл-қыздарыңмен, бауырларыңмен, достарыңмен дұрыстап отырып, жаңа жылдан екі есе қылып тұрып тойлатуды Құдай Алла нәсіп етсін сендерге. Соны үрдіске айландыру керек, жылдан жылға. Әпсе біз қыдырмай, тойламайтын болсақ, еске алмайтын болсақ, онда білмеймін, біздің ұмытылғанымыз деп есептеймін. Сондықтан тәуелсіздік күнін ұмытпаймыз, әрқашан көкірегімізде, жүрегімізде болу керек. Аталарымыздың, апаларымыздың арқасында екенін ұмытпайық ағайындар. Сондықтан бір болайық қазағым.